алуды үйренеміз. Бізде Жанел деген қыз бар, біздің көмекшіміз. Жанел, келесіз ба? Сізді өлшеуді, ал енді өлшем алуды бастаймыз. Ең алғашқыда өлшем алмай жатып, белді өлшейтін адамымыздың белін байлап аламыз. Жіп болсын, резинка болсын, осындай нәрсемен белін байлап аламыз да, белдің ең жіңішке жерлеріне қойып аламыз. Мен орысша оқыған, сондықтан менің терминдарым бәрі орысша, бірақ сіздерге қазақша түсіндіретін боламын. Ең бірінші өлшем көкіректің айналасы, көкіректің ең жоғары нүктелерімен өлшенеді. Ішіне байқаңыздар, бір саусақты қойып аламыз. Метрді қыспаймыз, бос жібермейміз. Метр қалай жатады, солай өлшеп аламыз. Мұны 90 сантиметр. Бұлай жазамыз. ОГ, орысшасын айтқан кезде, ОГ ол көкірек. Осылай жазамыз. Көкірек айналасы. Ешкім тексермейді дәптерлеріңізді. Өздеріңізде жақшада түсіндіріп жазасыздар. ОГ 90. Айналымдағы өлшемдер 1-ден 2-ге бөлініп алады. 45 деп жазамыз. Неге? Неге деген сұрақ туындайды сіздерге. Ол біз сызбаны сызған кезде көкіректің ортасынан омыртқаға дейін өлшеп аламыз. Мына омыртқаға дейін. Осы сызбаны біз қағазға сызып алатын боламыз. Сызбаға. Матаға қойып атқан кезде өздеріңіз түсініп аласыздар. Неге бүкіл денені қоймайды? Неге оның жартысын ғана қояды? Матаның бүтелген жеріне қойған кезде өзі екеу болып шығады. Сол үшін алдын жартысын пішеміз, пішпейміз, алдын жартысын сызамыз, арқасында жартысын сызып аламыз. Ендігі өлшеміміз белдің айналасы. Белдің ең жіңішке жерімен өлшеп аламыз. Осы белді қыспаймыз метрмен, бос тастамаймыз. Метр қалай жатады? Ішіне бір саусақ қойып қоямыз. Осылай өлшеп аламыз. Бұлай. Міне 74 сантиметр. Көреміз де. Бұны бұлай жазатын боламыз. ОТ. Т деген белдің айналасы. Талия орысшасына бел айналасы деп жазамыз. 74 сантиметр. Айналымдағы өлшем болған үшін 2-ге бөлінеді, 37 сантиметр болады. Ендігі өлшеміміз бөксенің айналасы. Бөксенің ең жоғарғы точкаларымен өлшенеді. Міне, көріп алыңыздар. Ең жоғары точкаларымен өлшенетін болады. Төменді түсіріп алмаймыз, жоғарыда көтермейміз. Тура бөксенің үстінен өлшеп аламыз. Дәл осылай, ішіне бір саусақ қойып. Егерде өлшеп атқан адамыңыздың іші болып атқан болса, екіқабат келіншектер болады, әйтпесе қарны бар апалар болады. Сол кезде линейканы қойып өлшеп алатын боламыз. Міне, метрді қыспаймыз да, бос тастамаймыз, кәдімгідей өлшеп алатын боламыз. 99 сантиметр. Оны бұлай жазамыз. Бөксенің айналасы. Обхват бедер. Орысшаға келгенде обхват бедер, бөксенің айналасы. Бұяқта 99. 1-ден 2-ге бөліп аламыз. 49 жарым болады. Ендігі өлшем, айналымдағы өлшемдерді өлшеп алдық. Ендігі өлшем бізге көкіректің ұзындығы. Көкіректің ұзындығы, мына жерде өздеріңізге стап байқасаңыздар, мойынның басталған жерінде, мына жерде кішкене бір ойма бар. Мына жерде кішкене бір мынандай. Сол жерден бастап өлшейміз. Көкіректің ұшына дейін, міне 24 сантиметр. Міне, осылай өлшеп алатын боламыз. Мына жерден, мойын басталған жерден көкіректің ұшына дейін өлшенеді.
24 сантиметр. Ол былай жазылады. ВГ деп жазылады. Высота груди орысшадан. Көкіректің ұзындығы 24 сантиметр. Ұзыннан өлшенетін өлшемдер екіге бөлінбейді. Сосын бізге центр груди дейді орысшасында. Екі көкіректің ортасы міне 16 сантиметр. Тура көкіректің ұшымен өлшенеді. Міне 16 сантиметр. Осылай өлшеп аламыз. С, Г дейді оны. Екі көкіректің арасы. Яқта 16 сантиметр. Көлденең өлшенген өлшемдер екіге бөлінеді. Бағана айта кеттім. 8 деп өздеріңізге бірден екіге бөліп аласыздар. Біз сызба сызғанда ол қажет болады. Ендігі өлшем, келіңіз. Ендігі өлшем бізге белдің ұзындығын өлшеп аламыз. Бағанағы жерден, мойын басталған жерден белге дейін мына өлшенеді. Міне 39 сантиметр. 39 сантиметр. ДСТ дейді оны. ДСТ белдің ұзындығы арқасынан 39 сантиметр. Ендігі өлшем белдің ұзындығы алдынан. Келіңіз. Белдігі ұзындығы алдынан. Бағанағы жерден, осы мойын басталған жерден, көкіректің ұшымен, ең жоғары нүктелермен, сосын белге дейін, бағанағы байлап жерге дейін өлшенеді. Міне 42 сантиметр. Көріп алдыңыздар, 42 сантиметр. Олар былай жазылады. ДПТ. ДПТ деп жазылады. Белдің ұзындығы алдынан 42 сантиметр. Егер де негізі белдің ұзындығы арқасынан, белдің ұзындығы алдынан сәл 2-3 сантиметр разница жүру керек негізі, да? Бірақ мынандай фигуралар бар. Қыздар, кейбір қыздар өзінің көкірегінен ұялады, сосын олар бұлай бүкірленеді кішкене. Бүкірленген кезде олардың арқасынан арқасы ұзындау болады, алды қысқалау болады. Көкірегі кішкентай, сосын кішкене бүкірленген мынандай қыздар болады, олардың арқасы ұзындау болады. Өзі бар фигурасы сондай. Сондай фигураларда кездеседі. Ендігі өлшеміміз арқасының кеңдігі. Орысшасында ол ширина спины дейді. Бұлай жазылады. Арқасының кеңдігі. Арқасының кеңдігі өлшеп аламыз. Мына қолдың басталатын жерінен, сосын мына жаққа дейін өлшенеді, мына жер. Иықтың арқасының ең кең жері осы. Міне 34 сантиметр. 34 сантиметр өлшеп аламыз да. 34 деп жазамыз. Көлденең өлшем болғандықтан екіге бөліп аламыз бірден. 17. Ендігі өлшеміміз иықтың ұзындығы. Иықтың ұзындығы. Бағанағы жерден өлшеп алатын жерінен. Мына жерде бір кішкентай сүйек болады. Бүйтіп стап көрсеңіздер, мына жерде сүйек болады. Өлшем алғанда кәдімгідей адамды зерттейміз. Сүйектері қандай, ұзындығы қандай, көкірегі қандай дегенде бәрін зерттеп өлшеп аламыз. Міне 12 сантиметр. Міне. Тігістеріне қарамаймыз. Кейбіреулердің тігістері төменге түсіп кеткен болады, біреулердің жоғары көтеріліп кеткен болады. Оған қарамаймыз да, осы былай. Қай жерден иық бітеді, сол жерге дейін өлшейміз. Міне. 12 сантиметр. Жазып аламыз. ДКЛ ол иықтың ұзындығы.
12 сантиметр. Ендігі өлшеміміз қолымызды өлшейміз. Қолымыздың ұзындығы бағанағы мына жердегі сүйектен бастап, осы жерден қолымызды көріп аламыз. Қол қай жерден басталады? Бүйтіп қойып көріп аламыз тексеріп. Осы жерден бастап, мына шынтақпен әкеліп, сосын алақан басталған жерге дейін өлшеп аламыз. Міне 60 сантиметр. Бұлай жазамыз оны. Жеңнің ұзындығы, длина рукава дейді, оның орысша. Бұл терминдар не үшін керек? Сызбаны сызғанда осы терминдарды жаттап аласыздар. Сызбаны сызбатқан кезде осы терминдармен сызатын боламыз. Длина рукава, жеңнің ұзындығы деп жазамыз өзімізге. Жеңнің ұзындығы 60 сантиметр. Ендігі өлшеміміз қолдың айналасы. Қолдың ең жоғарғы жерінен, байқайсыздар, қолдың ең жоғары жері. Мына жер шынтақ жағы кішірек, одан кейін білек жағы одан да жіңішке болады. Осы жердің бәрін өлшеп алатын боламыз. Міне қолдың айналасы, міне қыспаймыз, боста жібермейміз, кішкене бостау қылып өлшейміз, міне 34 сантиметр. Бұл өлшемді екіге бөлмейміз. Қолдың айналасы. Обхват руки дейді оны, орысшада. Обхват руки, қолдың айналасы. 34 сантиметр. Ендігі өлшеміміз шынтақтың айналасы. Қолымызды кішкене бүктеп аламыз. Не үшін? Шынтағымыз шығады. Егер де бұлай өлшейтін болсақ, көйлегімізді осылай тігіп аламыз. Кейіннен бұлай қолымызды істетеміз ғой, көйлегімізді киген кезде. Осы жер қысып тұратын болады, жең тар болады. Сондықтан, ондай қателіктер жасамау үшін шынтағымызды кішкене бүктеп барып өлшейміз. Міне 29 сантиметр. Оны бұлай жазамыз. ОР2 қолдың айналасы, шынтағынан деп жазсаңдар да болады. Шынтағынан 29 сантиметр. Ендігі өлшеміміз білектің айналасы. Бұл мынандай жері өлшенеді, ең жіңішке жері. Бірақ оны өлшеген кезде, манжет пішер кезде осындай қылып өлшенеді негізі да. Көбінесе мына жағынан өлшенеді. Егер де бұлай өлшейтін болсаңыздар, ол қолыңыз арғарай симай қалады. Қолыңыз симай қалады, шеше алмай да қаласыздар. Сондықтан кішкене бұлай алақанды айналдырып, кішкене бұлай түсіріп аласыздар. Осы жерден өлшенетін болады, мына жерлерден. Қолыңызды бүйтіңіз қолыңызды. Беймарал кіріп шығатындай болу керек. Осы есеппен өлшеп алатын боласыздар. 22 сантиметр. ОЗ дейді, обхват запястья, орысшада. Білектің айналасы. 22 сантиметр. Ендігі бізге керекті өлшем бүксенің ұзындығы. Артқа қараңыз. Бүксенің ұзындығын қалай өлшеп аламыз? Бағанағы жерден, мына белден бүксенің ұшына дейін өлшенетін өлшем, мына бізде 23 сантиметр. Бүксенің ең жоғарғы нүктесіне дейін, міне 23 сантиметр. Өлшеп аламыз. Сосын бұлай жазамыз. Бүксенің ұзындығы немесе высота В бедер, бұлай жазылады. Бүксенің ұзындығы 23 сантиметр. Бұл өлшем ертең сызба сызғанда бізге өте қажет. Осы өлшеміміздің бәрін өлшеп алдық. Енді юбка